Келесі 764 есебіміз тура санды теңдіктерді таңдап алыңдар дейді. Біріншісін тексеріп көрейік. 6 қосылған 3 тең 1,8 көбейтілген 5. 6 мен 3-тің қосындысы 9-ға тең. 1,8 мен 5-тің көбейтіндісі 9-ға тең. Онда бұл теңдік дұрыс екен. Келесі екіншісі 2,8 азайтылған 9 тең 3,4 көбейтілген 2. 2,8-ден 9 азайтсақ минус 6,2 тең 3,4 2-ге көбейтетін болсақ 6,8. Бұл теңдік бізде дұрыс емес екен. Келесі, яғни тең емес, келесі үшіншісіне қарайық. 0,9 көбейтілген 6 қосылған 2 тең 10 азайтылған 2,6. Так, көбейтетін болсақ 5,4, оған 2-ні қосатын болсақ 7,4 тең. Ал 10-нан 2,6 азайтсақ 7,4 тең. Бұл теңдігіміз дұрыс екен. Келесі төртіншісіне қарайық. 3-тен 2 көбейтілген 6 азайтылған 1 тең 4 қосылған 1. Қысқартып жіберетін болсақ 2, 4-тен 1-ді азайтатын болсақ 3-ке тең болады. Ал қосындысы бізде 5-ке тең болады. Бұл теңдігіміз тең емес екен. Келесі 5-шісін шығарайық. 8-ден 1 көбейтілген 8 қосылған 7 тең 2,4 бөлінген 0,3. Так, қысқарып кетеді, 1 болады, 1-ді 1-ге көбейтсек 1, оған 7-ні қосатын болсақ 8 болады. 2,4-ді 0,3-ге көбейтетін болсақ 8-ге тең болды. Яғни бұл теңдігіміз дұрыс екен. Келесі 6-шысын шығарайық. 1,6 қосылған 4 тең 0,8 көбейтілген 2 қосылған 4. Так, қосатын болсақ 5,6 тең, так, 1,6 қосылған 4, 4,6, сонда 5,6-ға тең болады. Яғни бұл теңдігіміз де дұрыс екен. Келесі 765 есебіміз. Берілген санды теңдіктің екі жақ бөлігіне де мына сандарды қосыңыздар дейді. Біріншісі 7,2 қосылған 1,8 тең 9-ға. Енді астында бізде 1,3-ті екі жақ бөлігіне де қосыңыз дейді. 7,2 қосылған 1,8 қосылған 1,3 тең 9 қосылған 1,3. Қосатын болсақ 10,3-ке тең, сол оң жағы да 10,3-ке тең болады екен. Келесі әсінде минус 1,8-ді қосамыз. Сонда 7,2 қосылған 1,8 қосу минус 1,8 тең 9 қосылған минус 1,8. Сонда нәтижесі 7,2-ке тең болады. Оң жақ бөлігі де 7,2-ке тең болады екен. Келесі бұсы 7,2 қосылған 1,8 қосу минус 1,1 тең 9-ға қосамыз минус 1,1-ді. Сонда нәтижесі минус 2 болады. Оң жақ бөлігі де минус 2-ке тең болады екен. Келесі екіншісінде 1,4 көбейтілген 5 тең 7-ге. Астында 1,3-ті екі жақ бөлігіне де қосамыз. 1,4 көбейтілген 5 қосу 1,3 тең 7 қосылған 1,3. Нәтижесі тең болады бізде 8,3 тең 8,3-ке. Келесі әсінде 1,4 көбейтілген 5
қосылған минус 1,8 тең 7 қосылған минус 1,8. Сонда нәтижесі тең болады бізде 5,2 тең 5,2. Келесі бұсы 1,4 көбейтілген 5 қосылған минус 11 тең. Сонда 7 қосылған минус 11. Нәтижесі тең болады минус 4 тең минус 4-ге. Келесі 766 есебіміз тура санды теңдіктерді мүшелеп қосуды орындаңдар. Біріншісі, мүшелеп қосу дегеніміз бірінші теңдіктің берілгенімен екінші теңдіктің берілгенін қосып, нәтижесімен нәтижесін қосу. Сонда 7 бөлінген 1,4 тең бізде 5-ке. Қосамыз, оны баған түрінде қосуға да болады. 0,16 көбейтілген 3 тең 1,18. Енді есептің берілгені мен берілгенін қосамыз. Сонда 7 бөлінген 1,14 қосылған 0,16 көбейтілген 3 тең. Енді нәтижелерін қосайық. 5 қосылған 1,18. Сонда бөлетін болсақ 5-ке тең. Қосылған 1,18 тең. Қосынның нәтижесі бізде 5 қосылған 1,18 деп жазылады. Сонда екі жағы теңеседі. 6,18 тең бізде 6,18-ге. Сонда мүшелеп қосу кезінде теңдіктің екі жағы да бір-біріне тең болады екен. Келесі 767 есептің біріншісін шығарайық. Теңдігінің екі жақ бөлігін де минус 5-ке көбейтіңдер дейді. Сонда 1,12 көбейтілген минус 7 тең минус 8,14. Екі жақ бөлігінде минус 5-ке көбейтейік. Сонда 1,12 көбейтілген минус 7 көбейтілген минус 5
тен минус 8,4 көбейтілген минус 5. Минус 8,4 көбейтілген минус 5 болады. Тең минус 8,4 көбейтілген минус 5. Нәтижесі 42-ге тең болады екен. Келесі, әсінде екі жақ бөлігінде 3-ке көбейтіңдер дейді. 1,2 көбейтілген минус 7 көбейтілген 3 тен минус 8,4 көбейтілген 3. Сонда минус 8,4 көбейтілген 3 тен минус 8,4 көбейтілген 3. Нәтижесі тең болады. Минус 25,2 тен минус 25,2. Келесі, бысында екі жақ бөлігінде 0,5-ке көбейтіңдер дейді. 1,2 көбейтілген минус 7 көбейтілген 0,5 тен минус 8,4 көбейтілген 0,5. Так, көбейтетін болсақ, минус 8,4 көбейтілген 0,5 тен минус 8,4 көбейтілген 0,5. Нәтижесі тең болады. Минус 4,2 тен минус 4,2. Келесі, екіншісінде 5,4 көбейтілген 2 тең 10,8. Теңдігінің екі жақ бөлігінде минус 3-ке бөліңдер дейді. Сонда 5,4 көбейтілген 2 бөлінген минус 3 тең 10,8 бөлінген минус 3. Нәтижесі 10,8 бөлінген минус 3 тен 10,8 бөлінген минус 3. Нәтижесі бізде 3,6-ға тең болады. Келесі, әсінде екі жақ бөлігінде 9-ға бөлу керек. 5,4 көбейтілген 2 бөлінген 9 тен 10,8 бөлінген 9. Сонда 2-ін көбейтсе 10,8 бөлінген 9 тен 10,8 бөлінген 9. Нәтижесі 1,12-ге тең болады екен. Келесі, бұсы екі жақ бөлігінде 6-ға бөлеміз. 5,4 көбейтілген 2 бөлінген 6 тең 10,8 бөлінген 6. Сонда көбейтетін болса 10,8 бөлінген 6 тең 10,8 бөлінген 6 болады. Нәтижесі сонда 1,18-ге тең болады екен. Келесі 768 есебіміз. Берілген екі санды теңдіктен бір санды теңдік құрастырыңыздар дейді. 24 санын 6-ға бөлген едік, біз мынандай теңдіктің жауабын алдық. Дәл солай 60 санында 15-ке бөлінген тура сондай теңдік алдық. Сонда екі теңдікті бір-біріне теңестіріп жазсақ болады екен. Сонда біріншісі 24 бөлінген 6 тең болады, ол бізде 60 бөлінген 15-ке. Себебі екі теңдіктің жауабы бірдей шықты. Келесі, екіншісінде дәл солай бізде 9,15-ті бөлеміз 1,9-ға тең, ол бізде 8,15-ті бөлеміз 1,17-ге. Келесі, үшіншісіне қарайық. 18,14 бөлінген 2,13, ол тең бізде 11,12 бөлінген 1,14-ге. Келесі 769 есебіміз. Тура санды теңдік шартын орындайтындай етіп шақшалар қойыңыздар дейді. Біріншісі 2 азайтылған 8 көбейтілген 0,5 тең 48 бөлінген минус 16. 48 санын минус 16-ға бөлетін болсақ, минус 3-ге тең болады. Енді
теңдіктің сол жағын минус 3-ке келетіндей қылып жақша қояйық. Сонда біз 2-ден 8-ді азайтайық. Ол сонда минус 6-ға тең болады. Оны 0,5-ке көбейтетін болсақ, минус 3-ке тең болады. Сонда минус 3 тең минус 3-ке болады екен. Келесі екіншісінде 72 бөлінген 9 қосылған 3 тең 3,2 қосылған 2,8 тең деп қояйын да, қосындысының нәтижесі 6-ға тең. Енді 6-ға тең болу үшін 9-ға 3-ті қосайық. Сонда 72 бөлінген 12 ол бізде 6-ға тең болды. Сонда 6 тең 6-ға. Келесі үшіншісін шығарайық. 9,6 бөлінген 1,2 тең 5 көбейтілген 0,7 қосылған 0,9. Екеуін бөлген кезде нәтижесі 8-ге тең болады. Тең. Қосып алайық. Қосып көбейтсек, нәтижесі 8-ге тең болады. 5 көбейтілген, қосының нәтижесі 1,6-ға тең. Онда 8-ден 8-ге. Келесі төртіншісін шығарайық. 9 көбейтілген 2 азайтылған 8 тең 20 көбейтілген минус 2,7. 20-ны 2,7-ге көбейтетін болсақ, минус 54. Енді 54-ге келтірейік. 54-ге келтіру үшін 2 санынан 8 азайтайық. Сонда 8 көбейтілген минус 6 ол 54-ке тең болады. Сонымен есебіміз аяқталды.